өлгенден халыққа хабар таратқан ат жүйрігін жаратқан әшеке еліп жасантып отауды тігіп ат шапқан байрақты тігіп ат шапқан жыршысы болса шырлатып аламан басын құрлатып жақсы нарыға тыңдатқан тартысы болса тартысып айтысы болса айтысып бұлда тәуір боладың жігітке тұңатқан жиналған топтың құралың жыршыдан өнер сұрадың сұрағандарың сөз болсам қалағандарың біз болсақ қандырай көттің құмарың шын шабытым ғой келгендей ағыным тастай аударған мен қайнар өзен бұлағың той адамның қазынасы шұқтанып неге қиылған ақ бұйрығы деген бар құлақ қойсаңдар келіскен адам ата шұқтанып хауадан алғанда сірә елмәгәйіл негізін қиған бересің айтамын хабар қиырдан ешкімнен қорқып тыйылман расулы пайғамбар хадишаны алған ақ некесін қисын деп жәберге алла бұйырған сол себептен неке қиылған қыз бала сізге айтайын жұрт жинап қызық той еткен атымтай шомарт салған жол бақыт пен дәулет қонған жол арғымағаттай сәнденген сөйлесе сөзі ғой пәнденген тотыдай құстай таранып бойыңды төзіп сәнденген өтейін деп те отырсаң балдырлы балқаш көрлерден абайласаң айып жоқ дүниенің дүлдір ісіне ренжігенің бақытсыз мақтаманадан кісіңді риза бол анаңа михнат етіп те сақтаған тоғыз ай 10 күн ішінде дүниеге сені ой шығарды бұл күндері болғанда дүнияша қызық деп күйеуіңді күтті құрметтеу дегенде міндетті саламат есен сау күнден аманда қосып ай жұлыңа шалған шалғар бұлаққа риза бол жарқыным шырымда еді ғой сақтаған арқасы құрғыр қызғанда жауардай бұлттай қаптаған ойқастап барып бір тоқтайын қалтыда кетсем қайылмас мен басы қатты ой ақтабан